300-ден астам жыл сайын оқулықтарды дайындап отырмыз. 5000-нан астам мұғалім қатысып отыр. Енді сол оқулық дайын болғанда енді оны сайтқа көрсетіп, елге оны көрсетеміз. Ол сайтта 6 ай тұр. Сонда қарамайсыңдар ма? Мы ставим перед собой задачу. Барша мектеп директорлары, облыстық білім басқармасындағыларға айтарым. ОБТ көрсеткіші бұрынғыдай маңызды рөл атқармайды. Сондықтан да мектеп оқытушыларына қысым көрсеткенді қойыңдар. Ресейлік компания ойлап тапқан жобасы жайлы өзге үкімет мүшелері үйіп тыңдағанымен Бақытжан Сағынтаев аса қолдай қоймады. Қоғамның наразылығынан хабардармын деген премьер-министр электронды күнделікте ел пікірін ескеріп енгізуді тапсырды.